Ең тамаша сөз бұл өмірде әке деген, суыққа бір шалдырмай мәпелеген, өмірдің соқпағымен өрге тартып, алдымен адам бол деп жетелеген. Тағдырдың кеуде тосып жартасына, біз үшін түскен майдан ортасына. Алаңсыз сауық сайран шалқып жүрміз, біз бүгін әкелердің арқасында. Менің анам еді, менің жұмағым, жанарынан жылу төгіп тұратын. Қайран анам бұл өмірден өткелі, болды жүрек сағынышқа тұнатын. Алла алды, өзі берген жандарын, тілейміз біз жұмақтан орын болғанын. Туыс бауыр достарынан сұраймыз, дұға оқып естеріне алғанын. Сағынышпен еске алу. Әкеміз Құсайынов Тілеген Құсайынұлы 1930-1997. Ал анамыз Елеубаева Балжан Ақсерікқызы 1936-1975. Әкеміз 1930 жылы Атырау облысы Қызылқоға ауданы дүниеге келген. Ал анамыз 37 жылы Атырау облысы Қызылқоға ауданы Жангелдин ауылында дүние есігін ашқан. Отбасында 5 ұл, 2 қыз болды. Аманжан, Маржан, Амандық, Нұрлан, Тұрлан, Бақытгүл, Дархан. Ол қыздарының барлығы бірлі шүбірлі, үлгілі бақытты отбасылы болды. Әкемнің бауырлары Төлеген, Қалу, Зәуре апамыз болса, анамның бауырлары Мағжан, Асылжан, Айжан апаларымыз болатын. Анамыз әкемізбен 1955 жыл қыркүйек айының 13 күнінде отау құрып отбасы атанады. Анамыз қарттардың бабын тапқан жан еді. Ата-енесіне қарсы шықпаған. Сиыр да түйені де сауып шұбат баптайтын. Үкіметтің де жұмысын қоса жасайтын. Әсіресе партия қызметкері әкемізді қатты баптаушы еді. Балаларды айналып толғанып жақсы көретін. Және ылғи осылардың қызығын көрсем деп армандайтын. Ардақты анамыз өмірдің ащысына және тұщысына төзе білген. Біздің үй 1969 жылдың күзінде Жылыой ауданы Мұнайлы ауылына көшіп келеді. Ауылдың үлкені де кішісі де ата-анамызды жақсы естеліктермен еске алады. Әкем мал дәрігері болатын. Аудандағы мал дәрігерлік учаскелерін мінсіз қамтудағы алғашқылардың бірі болып, көпшілік ризашылығына ие болады. Ерен еңбегі елеусіз қалмай, 1973-74 жылдардың социалистік жарыс озаты белгісі. Зейнеткерлікке шығарда ерлік еңбек үшін медалімен және бірнеше рет құрмет және мақтау грамоталарымен марапатталған. Анам қасында санитар көмекші болып жұмыс атқарды. Және мектеп-интернаттың кір жуушысы болып та қызмет етті. Қайран анам ауыр дертке ұшырап төсек тартып жатып қалды. Сол аурудан 1975 жылы шілде айының 28 жұлдызында 38 жасында анамыздан айырылып қалдық. Сол кезде ұлдың үлкені 18-де болса, ең кенжесі 1,5 жаста болатын. Қайран анамның мінезі жайсаң, жайдарлы, ақ көңіл, қолындағы барын беретін бауырмашыл қонақ жай еді. Анам қайтқан соң арада жыл өтеді, нағашыларымыз әкемізге серік болатын Шұға апамызға қосылуға кеңес береді. Әкемізге көмекші керек болғасын бізді қарсылық білдірмей, келісім беріп қолдау білдірдік. Әкеміз өте балажан, ақ көңіл, мейірімді жан еді. Әр кез әр нәрсенің ретіне қарай қозғалатын. Әкемнің 97 жылы қараша айында кенеттен айырылып қалдық. Әкем мен анамның жатқан жерлері жұмақ болғай.
топырақтары торқа болсын деген ниетпен дұға жасап, Құран бағыштап еске аламыз. Ата-анамен өткізген әрбір сәт және әрбір күн біздің мәңгі есімізде сақталады. Балжаным, қоныс септің бас шатаға, айрылсаң сыңарыңнан ас бата ма? Өрт шалып өзегімді күбірлеймін, ерте-кеш атыңдатап ас батады. Ілеулі суретің қараланған, жан едің қатарыңнан дараланған, 20 жыл достық өмір еске түссе, езіліп ет жүрегім жараланған. Мінезің бияз еді жібектен де, қайғысыз бұл өмірден құл өткен бе, арада татулықтан қыл өткен бе, бұл күнде ақыл ойран, ойым далдыл, мәзбін тек тірлікпенен күн өткенге. Құдайдан бар тілегім еткен зарым, жұмақтан орның болсын асыл жарым, артыңнан дем таусылып барғанымда, күлімдеп қарсы ал мені қосыл жарым. Есімде алғаш рет достасқаным, есімде өмірлік деп бас қосқаным, есімде 5 ай бойы мұңлы күндер, есімде ең соңғы рет қоштасқаным. Есімде жұмыстардан ауысқаным, сендің шыдамыңды тауыспадың, өмірдің белес-белес соқпағында адал жар ізгіліктен ауыспадың. Табиғат қуантқан күн бөбек беріп, бөбектер бір артынан бірі еріп, қиялдап отырушең арман қуып, қызығын көрсек деушең болып серік. Сұмажал жеткізбеді арманыңа, қайырын берсін Алла қалғанына. Жебей жүр бөбектерді тәрбиелеп, жетелеп жеткізуге алдағыға.